Лутфин Аматулаев. 1944 сенесі Қырым немселерден бошатылды. Амма язық ки қуанчымыз çok devam etmedi. Mayıs 18'de Совет үкіметі бұлтын халқымызны хайынлікте қабатлады. Бабам evde yok еді. Оны да жеңкнің башында емек ордысына алған еділер. Сағы ма, yok ма, хаберіміз біле yok еді. Біздерді анам ve 4 баланы тамам бойлы вагонға yüklediler. İçi рық-марық толы, қартлар, хасталар, қадын ve баллар. Нефес алмасының чаресі біле yok еді. 3 hafta дегенде біз Өзбекстанға барып шықтық. Ama herkes барып етмеді. Біздерді баракларға ерлештірділер. Анам бірінші күндері хасталанды. Бізді қардашымнен бір тілем өтмек қазанмақ үшін құружылық ішлеріне алдылар. Бір күн іштен баракқа қайтсам, бір чоқ адам топлашқан. Олар менің кішік қардашым Фахрины көміп келе екенлер. О ағыр хасталық ve açlıkқа даяна алмаған. Мені сегодня ведалашып біле оламадым. 1944 сенесінің Қырым бары оның үшін сон келді.